Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті YouTube арнасын көрермендері, Алланың қалауымен біз өзіміздің сүннет бойынша намаз оқу атты циклдық дәрісімізді әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз келесі хадисте баян етіледі. Алдымен хадисті оқып танысайық. Ан Абдиллахи ибн Умар радиаллаху анхума қал: Наха Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама ан я'тамида раджулу аля ядайхи ида нахада фис салати деп келеді. Бұл хадистің мәтінінің қазақша мағынасы: Абдулла ибн Омардан, Алла ол екеуінен разы болсын, Алла елшісінің, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, намаз оқушының намаз сәтінде сәждеден қиямға түрегеп бара жатқанда екі қолына тіреліп барып түргелуден тыйым салған болатын делінеді. Құрметті көрермендер, құрметті бауырлар, бұл жерде айтылып жатқан нәрсе: намаз оқушы екі сәжде жасағаннан кейін, екінші сәждеден кейін екінші ракағатқа немесе төртінші ракағатқа, не болмаса үшінші ракағатқа көтеріліп жатқан кезінде қолын тіреп барып көтерілуі, жерге қолын тіреп көтерілуді ол нәрседен пайғамбарымыз тыйым салған деп хадисте айтылынады. Бұл хадис, құрметті көрермендер, Абу Дауд және Хаким ибн Хузайма риуаятында келтірілген болатын. Және бұл хадис имам Бухари және имам Муслимнің хадистердің сахих болуына қатысты қойылатын талаптарына сәйкес келеді деп имам Аз-Захаби айтқан, және де имам Хаким солай деп үкім берген болатын. Соған байланысты біз осы хадисті қабылдап, сүннет бойынша намаз оқу үлгісіне сәйкес намаз сәтінде сәждеден қиямға тұрып бара жатқанда қолды жерге тіремей бірден тұрып кететінімізді біз ұғынамыз. Яғни сәждеден тұрғанда біз әуелі басты көтереміз, қолды, алақанды сәждеден аламыз, кейін барып тізені көтереді екенбіз. Сол көтерілген сәтте қолымызды жерге тіреумеуіміз керек екен. Ал бірақ енді осы хадистен кейін ғалымдарымыз былай деп түсіндіреді: енді кейбір адамдар жасының кәрілігіне байланысты, немесе әлсіздігіне, тағы басқа денсаулығына қатысты кемшіліктеріне байланысты, егер бірден түрегеп кету қиындыққа соқса, онда қолын тіреп жерге түргесе болады деп рұқсат берілген. Алла тағала баршамызға намазымызды дұрыс орындауымызға нәсіп етсін. Осы дәрісіміз бүгінге тамам. Келесі сүннет бойынша намаз оқу дәрістерімізді өткізіп алмаңыздар. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи роббил аламин.